Енді тарқаларыңыз қалай? Сіздермен бірге мынадай бағалаңыз. Бүгін алгебра 9-шы сынып 2-ші тоқсанға арналған кезекті жұмысын орындаймыз, яғни бірінші нұсқасы. Бізде бірінші тапсырмада арифметикалық прогрессия берілген екен. Бізге ең үшін сөзінің формуласын жазу керек екен. Табу керек емес, бізге формула жазу керек екен. Ендеше бастайық. Номер бірінші тапсырмамыз. Бізде бірінші мүшеміз 3 бөлінген 2 немесе 2-ден 3, екінші мүшеміз 3-тен 6, 4-тен 9, 5-тен 12, 6-тан 15, 7-тен 18 деген арифметикалық прогрессия берілген екен. Бізге формуланы жазу керек. Енді қарайық. Бөлшектің бірінші бөлімін қарастырайық. 2, 3, 4, 5, 6, 7 деп. Қалай орналастыр? Өсу ретімен орналастыр, Ендеше біз жазамыз n тең болады. Так, нешеге қосылып тұр? Бірден қосылып тұр. Яғни n қосылған 1 болады. Және енді алымын қараймыз. 3, 6, 9, 12, 15, 18. Нешеден қосылып тұр? 3-ке. 6-дан 6-ға. 6 болу үшін 3, 9 болу үшін тағы да 3, 12 болу үшін тағы да 3, 15 болу үшін тағы да 3. Ендеше бізде 3n деп жазамыз. Енді осымызды тексерейік. Тексеру. Так, енді орнына қой керек. Енді бірінші мүшені табайық. Яғни n-нің орнына n тең болады 1 деп аламыз. Мына жерде тұрған n-дардың орнына 1-ді қоямыз. Яғни a1 тең болады 3 көбейтілген n-нің орнына нені қоямын? 1-ді қоямын. Бөлінген 1 қосылған 1. 1-ді мен n-нің орнына қойдым. Тең болады 3-ті 1-ге бөлсең 3-тің өзі шығады, 1-ге 1 қоссаң 2. Бізде бірінші мүшеміз нешеге тең болып тұр? 3 бөлінген 2, 3 бөлінген 2 тең болып тұр. Енді тағы орналастыру керек. n-нің орнына мысалға бізде неше мүше бар? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5-ші мүшесін көрейік. 5-ті қойып көреміз. a5 тең болады. Так, 3-ті көбейтемін 5-ке. Так, n-нің орнына 5-ті қоямын. 5 қосылған 1 тең болады. 3-ті 5-ке көбейтемін 15. 5-ке 1-ті қосамын 6. Так, 5-ші мүшеміз нешеге тең болып тұр? 15 бөлінген 6. Ендеше есебіміз дұрыс деген сөз. Ары қарай балалар, келесі екінші тапсырманы қарастырайық. Екінші тапсырма бізде арифметикалық прогрессияның оң таңбалы мүшелерінің қосындысын табыңдар дейді. Яғни бізде бірінші мүшесі оң таңбалы екен, екінші мүшесі оң таңбалы. Ары қарай теріс, кем ретімен орналастырайық. 11,2, 11,8, ары қарай кем минусқа қарай кетеді деп тұр. Сол минусқа жетпей оң таңбалы сандардың барлығының қосындысын табыңдар дейді. Ендеше шығарайық бірге. Бізде есептің шартын жазып алайық. Номер екінші тапсырма. Есептің шарты. Так, арифметикалық прогрессия ендеше a1 тең болады қанша бізде? 11,2. a2-міз тең болады 10,8-ге тең екен. Так, оң таңбалы мүшелерінің қосындысын табыңыз дейді. Жақсы. Так, a1 мен a2-ні жазып алдық. Ендеше біз b-ні тауып алайық. b тең болады. Қалай еді бізде? a2 азайтылған a1 тең болады. a2 бізде 10,8-ге тең, азайтылған a1-міз 11,2-ге тең болады. Енді 10,8-ден 11,2-ні азайтсақ минус шығады. Минус 0,4 шығады екен. Ары қарай an-ның формуласын жазып алайық. an тең болады a1 қосылған n азайтылған 1 көбейтілген 1. Бізде негізгі формуламыз осы болатын, Енді есепті қалай шығарамыз? Бізде a1 берілген. a1-дің мәні неше? 11,2. 11,2 қосылған n азайтылған 1-дің өзін жазып қоямын. Так, b-ні таптық, нешеге тең? Минус 0,4-ке тең екен. Енді осы шыққан мәніміз бізде не болу керек дейді есептің шарты бойынша? Оң таңбалы. Яғни мыналар бізде нөлден үлкен болу керек екен. Ендеше осыны шығарайық. Ары қарай 11,2 қосылған емес таңбаны көрейік қазір. Так, мына жерде 0,4 бізде ортада көрінбейтін көбейту бар деген сөз. 0,4 деген санды жақшаның ішіне жеке көбейтіп шығамын. Минус 0,4-ті n-ға көбейтсем минус 0,4 n шығады. Ары қарай минус 0,4-ті минус 1-ге көбейтсем плюс 0,4 деген сан шығады. Ол бізде үлкен болу керек 0-дан. Ары қарай шығарамын. Енді бізде тек коэффициенттер бар екен, мында. Есептеймін. 11,2 қосылған 0,4. Ол бізде не шығады? 11,6 шығады. Так, азайтылған 0,4 n үлкен болуы керек бізде 0-дан. Ары қарай теңдеуді қарапайым шығара саламын. Минус 0,4-ті қалдырамын, 4-ді қалдырамын, үлкен. Так, мынаны оң жаққа шығарған кезде минус 11,6 болады. Ары қарай минус 0,4-ті теңсіздікті үлкен дамасын оң жағына шығарамын. n үлкен болуы керек. Так, минус 11,6 бөлінген минус 0,4-ке. Ары қарай енді 2 минус не болады бізде? Плюс болып кетеді. 11,6-ны 0,4-ке бөлсек неше шығады бізде? 29 шығады. Так, ары қарай есептің шарты бойынша бізде n үлкен болу керек, Так, 29-дан үлкен сан болу керек. Так, үлкен болмау керек. Ендеше бізде n тең болады 28 болады деген сөз. Ары қарай n-ді тауып алдық. Енді барып нені табуымыз керек? Есептің шарты бойынша барлық оң таңбалы мүшелерінің қосындысын. Яғни бізде барлық оң таңбалысы 28 екен. Ендеше SN-нің формуласын жазамын. Так, ашық жасайын, SN формуласы бізде a1 қосылған an бөлінген 2 көбейтілген n. Енді бізге S және біз 28-ді анықтадық, Ендеше S 28 тау керек тең болады. Так, A1-дің мәні нешеге тең бізде? Есептің шарты бойынша 11,2. 11,2 қосылған. Так, біз A-ны таппадық, A28 тау керек екенбіз. A28 тең болады. Формула бізде міне дайын тұр.
a1 бізде 11,2 қосылған n бізде 28, 28-ден бірді азайтамын 27 көбейтілген b бізде неше шығып еді есептің шарты бойынша минус 0,4 шыққан. Минус 0,4. Ары қарай тең болады. Енді 27-ні көбейтемін минус 0,4-ке. Так, 11,2. Минусқа көбейткендіктен минустан бал шығады. Так, көбейтсек бізде 10,8 шығады екен. Тең болады 11,2-ден азайтамын 10,8-де тең болады 0,4. Так, 28-ді тауып алдық. Енді мына жерде a-ның орнына a28-ді қоямыз. Яғни 0,4 шықты бізде. Бөлінген 2 көбейтілген n бізде неше кетеді? 28-ге кетеді. Тең болады 28 бен 2 қысқарып кетеді. Мында 1 қалады, мында 14 қалады. Так, тең болады. Енді 11,2-ге 0,4 қосам 11,6 көбейтілген 14 болады. Тең болады 11,6-14-ке көбейтсек 162,4 шығады екен. Так, есептің шарты бойынша бізге қосындысын тап деген. Сонымен соңғы жауабын жазамыз. Жауабы S28 тең болады 162,4. Ары қарай келесі тапсырманы орындаймыз. Келесі бізге номер 3-ші тапсырма. Шарты бойынша не дейді? Бірінші және төртінші геометриялық прогрессияның қосындысы 40-ға тең деді. Екінші және бесінші мүшелердің қосындысы 10-ға тең болса, еселігін табыңдар дейді. Бұл бізде геометриялық прогрессия. Так, жазып алайық. Номер 3-ші тапсырма. Бірінші және төртінші b1 қосылған b4 тең болады 40 дейді. Екінші және бесінші мүшелердің қосындысы 10-ға тең дейді. Так, бізге табу керек екен. Нені еселік дейді. Q тең болады қанша? Осы есепті шығарып жіберейік. Енді бізде формула қалай еді балалар? AN-ның формуласы AN тең болады. AN емес, BN. Кешіңдер балалар. BN тең болады B1 көбейтілген Q-дің n азайтылған 1 дәрежесі. Енді мына жерде B1 бізде ашылып дайын тұр. B1-дің өзін жазып қоямын. B4-ті қалай ашамын? Ол бізде B1 көбейтілген Q-дің n азайтылған. Яғни n орнына 4 қоямын. 4-ке азайтамын 1-ді 3 дәрежесі. Q-дің 3 дәрежесі тең болады 40 болады. B2-ні ашамын. B2 бізде B1 көбейтілген Q болады. Қосылған B5 ашамын. B5 бізде B1 көбейтілген Q-дің 4 дәрежесі болады. Тең болады 10. Ары қарай осы теңдеуімізді шығарамыз. Так, көрініп тұр ма балалар? Так, енді ортақ не болып тұр бізде? B1 екеуіне ортақ болып тұр. Ендеше шашаны сыртына шығарамын. B1 қосылған Q-дің 3 дәрежесі тең болады 40 шығады. Ары қарай мына жерде де B1-іміз бізде ортақ болып тұр. B1. Так, мұнда Q қосылған Q-дің 4 дәрежесі тең болады 10 шығады екен. Енді ары қарай мынаған бөлу керекпіз. Бөлеміз. Бөлген кезде не болады? B1 мен B1 қысқарып кетеді. Ары қарай мына жақтың өзін жазып қояйық. 1 қосылған Q-дің 3 дәрежесі бөлінген Q қосылған Q-дің 4 дәрежесі. Тең болады 40-ты 10-ға бөлсек неше шығады? Бізде 4 шығады. Так, енді ары қарай шығарамын. Мына жерде Q екеуіне ортақ Q болып тұр, Так, 1 қосылған Q-дің 3 дәрежесі өзін жазып қоямын. Екеуіне ортақ Q болып тұр. Q-ді жашан сыртына шығарамын. 1 қосылған Q-дің 3 дәрежесі қалады. Тең болады 4. Енді не істейміз? 1 қосылған Q-дің 3 дәрежесінен 1 қосылған Q-дің 3 дәрежесін қысқартып жіберемін. Сонда алымында бізде 1 қалды. 1 бөлінген Q тең болады 4. Бұл жерде бізде Q тең болады қанша шығады? Q тең болады 4-тен 1 шығады. Жауабы Q тең болады 4-тен 1. Есептің шарты бойынша бізде Q-ді сұраған болатын. Біз Q-ді таптық 4-тен 1-ге тең болды. Ары қарай келесі біз 4-ші тапсырма. 4-ші тапсырмада бізде 3 саннан x, y, 20 өспелі. 3 сан дейді. 3 сан берілген x, y, 20. Бұл өспелі геометриялық прогрессия екен. Ал x, y, 15 сандары арифметикалық прогрессия мүшелерін құрайды дейді. Онда y азайтылған x-ті табыңдар дейді. Біз жазып алайық. Номер 4-ші тапсырма. Так, x, y, 20 деген тізбе геометриялық прогрессия екен. Геометриялық прогрессия. Ал x, y, 15 деген бізде арифметикалық прогрессия екен. Бізге табу керек. Y азайтылған x тең болады сұрақ. Ал енді балалар бұны қалай шығарамыз? Бұл жерде біз арифметикалық орта және геометриялық ортаның формулаларын пайдаланып шығарамыз. Яғни геометриялық прогрессияның ортасын табу бізде қалай болатын еді? Яғни ол бізде y квадрат тең болады 20 көбейтілген x болады. Ал арифметикалық прогрессияның ортасы бізде y тең болады 15 қосылған x бөлінген 2 болады. Енді осы жүйені ары қарай шешу керекпіз. Шешкен кезде қалай істейміз? Мына жерде y бізде 15 қосылған x бөлінген 2-ге тең болып тұр екен. Ендеше мына жердегіні орнына апарып қоямын. Тең болады. Так, 15 қосылған x бөлінген 2 бізде квадрат болып тұр. Ендеше жақшаның сыртында квадратын аламыз. Тең болады 20 көбейтілген x. Енді осыны ары қарай шығарамын. Квадраттаймын. Квадрат бізде ол формула a плюс b квадраттың формуласымен ашылады. А квадрат плюс 2 еселенген ab қосылған b квадрат бен ашамыз. Так, 15-дің квадраты бізде неше шығады?
225 қосылған 30х қосылған х квадрат бөлінген 2 тең болады 20х. Мына жерде квадраттаған кезде, мына жерде квадрат болған кезде біз мынаны квадраттамай қойдық, яғни мына 4 болады. Так, 4-ті көбейтемін 20х-қа, сонда бізде 80х болады. Мына жерде 80 болады. Так, 30-дан азайтамыз 80-ді, тең болады қанша болады? Минус 50 болады. Енді барып дискриминантты табамыз. Дискриминант тең болады b квадрат минус 4ac, бізде тең болады 50-дің квадраты, 50 емес минус 50-дің квадраты, минус 4 көбейтілген a, бізде 1-ге тең, көбейтілген c 225. Тең болады 50-дің квадраты бізде 2500-ге тең екен, 2500. Так, азайтылған 225-ті 4-ке көбейтсек, бізде 900 шығады екен. 900-ден 2500-ден 900-ді азайтсақ 1600 шығады екен. 1600 шығады, енді 1600-дің төбірасты 40 шығады. Енді ары қарай x1 мен x2-ні табамын. Тең болады минус b бізде 50 қосылу азайту төбірастан сразу шығарамын 40 бөлінген 2 есебінен a. Тең болады x1 тең болады, x2 тең болады. Так, 50-ге қосамын 40-ты 90, 92-ге бөлемін 45. 50-ден азайтамын 40-ты 10, 10-ды бөлемін 2-ге 5 болады. x1 45 болды, x2-міз 5 болды. Енді біз мына жерде бізде өрнектеген болатынбыз, осы жерде y1 мен y2-ні табу керекпіз. Яғни жаз қояйын, y тең болады 15 қосылған x бөлінген 2-міз бар, Мына жерде x-тарды x1 мен x2-нің мәнін қою керекпіз. Яғни y1 тең болады 15 қосылған x1-дің мәні бізде 45 болды, 45 бөлінген 2 тең болады. Мына жерде 0, 60 бөлінген 2 тең болады 30 болады. y2-ні табамын. Так, 15 қосылған x бізде x2-міз 5 шықты, бөлінген 2 тең болады 20 бөлінген 2 тең болады 10 шығады екен, Яғни x1, y1, x2, y2-ні жазып алайық. Яғни x1-міз бізде 45 болды, 45 және 30 болды. Енді келесі бізде 5 және 10 болды. Енді осы 45, 30, 5, 10 дегендерді мына жерде геометриялық прогрессияға барып қояйық. Яғни x, y 20 деді. Бізде мына жерде 45 және 30 деген шықты. Геометриялық прогрессиямыз жазып қояйын x, y және 20 болған. Арифметикалық прогрессиямыз x, y 15 болады. Так, геометриялық прогрессия бізде өспелі болады. Яғни x бізде 45, одан кейін y 30, одан кейін 20. Мынау бізде керісінше кемімелі болып тұр, Онда ше бұл жауапты біз алмаймыз. Келесі жауапты қарастырып көрейік. Так, 5, 10, 20. Вот міне бізде өспелі геометриялық прогрессия қалыптасты. Ендеше 5 және 10-ды дұрыс жауап деп аламыз. Арифметикалық прогрессияға да қойып көрейік, 5 пен 10-ды 5, 10, x бізде 5 міне, y бізде 10, сосын үшінші мүшеміз бізде 15. Міне өспелі тұр. Ендеше 5 және 10 деген бізде дұрыс жауап болады. Енді негізгі есептің шарты бойынша бізде табу керек болғанымыз y азайтылған x. Яғни y бізде 10-ға тең болды, y азайтылған x тең болады 10. X бізде нешеге тең? 5-ке тең. 10-нан 5-ті азайтсақ 5. Соңғы жауабымыз не шығады? Жауабы 5 шығады бізде. Сұрап тұрған сұрағымыздың жауабы 5. Келесі бізде қай есеп? 5-ші есеп, 5-ші есепте бізде шексіз кемелі геометриялық прогрессияның Q-сын табыңдар дейді. Яғни еселігін табыңдар. Егер екінші мүшесі минус 0,5-ке тең, ал шексіз кемелі геометриялық прогрессияның қосындысы 1,6-ға тең болса дейді. Шексіз кемелі геометриялық прогрессия деп тұрсын екен. Енді жазып алайық есептің шартын. Номер 5, Шексіз кемелі геометриялық Q-сын табыңдар табу керек бізде. Q екен сразу жазсақ. Егер екінші мүшесі дейді, яғни B2 тең болады минус 0,5. Шексіз кемелі геометриялық бізде S тең болады 1,6-ға. Q-ді табу керек екенбіз. Бізде негізгі екі формуламыз бар. Ол бізде BN тең болады B1 көбейтілген Q-дің ең азайтылған 1 дәрежесі, және S тең болады B1 1 азайтылған Q бөлінген 1 азайтылған Q. Енді бұл жерден қалай жазсам болады? Так. BN-нің формуласын жазып алайық, балалар. BN тең болады B1 көбейтілген Q болған, Енді B2-ні жазсақ бізде, B2-ні жазсақ та B1 көбейтілген ең азайтылған 1 дәрежеге формула бойынша бізде. Енді B2-ні жазсақ бізде B1 көбейтілген Q-дің 2 азайтылған 1 дәрежесі болады. Яғни B2 бізде бар, сонда қалай B1 көбейтілген Q-дің 1 дәреже жазылмай тең болады. Неше? B2 минус 0,5-ке тең екен. Енді осы жерден B1 тең болады не болады бізде? Минус 0,5 бөлінген Q болады. B1-ді тауып қойдық деп есептейміз. Ары қарай біз мына формулаға апарып саламыз. S-тің мәні бар. Так, ең бірінші жазып алайық. B1 бізде минус 0,5 бөлінген Q. Так, 1 азайтылған Q болады. Тең болады. S-тің мәні бізде нешеге тең есептің шарты бойынша 1,6-ға тең. Ары қарай. Так. Мына жерде бізде
екі бөлшек сызығы болса, ендеше біз мына бөлшек сызығын көбейтуге айналдырамыз. Мынаның астында бір бар деп ойлаймыз. Так, минус 0,5 бөлінген q-дің өзін жазып қоямыз. Келесісі мына бөлшектің бөліміндегі орнын ауыстырады. Яғни көбейтілген бөлуді көбейтуге айналдырдық. Мына астындағы бөліміндегі біріміз алымына шығады, бір азайтылған q бөліміне кетеді. Тең болады 1,6 болады. Так, ары қарай бір-біріне көбейте саламын. Сонда бізде минус 0,5. Так, q-ді көбейтемін. Жақшаның ішінде көбейту деген сөз ғой. Так, жарайды, ашып жазайын. Q бір азайтылған q көбейтілген тең болады 1,6. Так, минус 0,5. Q-ді жақшаның ішіндегі бірге көбейтемін. Q-дің өзі шығады, азайтылған q-дің квадраты. Тең болады 1,6 шығады екен. Ары қарай бөлшектің бөлімінде бір-бір деп ойлаймыз. Ары қарай көбейтеміз бір-біріне. Вот, көбелек тәсілімен. Так, 1,6. Жақшаның ішінде q азайтылған q квадрат көбейтілген тең болады минус 0,5. Так, жақшаның ішіне жеке-жеке көшіп шығамын. 1,6 q азайтылған 1,6 q квадрат тең болады минус 0,5. Ары қарай шығарамын. Мына жерде минус 1,6 q квадратты алдына шығарамын. Плюс 1,6 q-ді екінші орынға қоямын. Және минус 0,5 оң жаққа шығарамын. Плюс 0,5 тең болады 0. Дискриминант. Дискриминант тең болады b квадрат. Так, оған кетілмес бұрын біз мыналардың барлығын оңға көбейтіп алсақ жеңіл болады екен, иә? Көбейтіп жіберемін. Минус оңға көбейтіп жіберейікші. Сонда біз алттағы минустан құтыламыз деген сөз. Сонда минус 1,6 минус оңға көбейтсек 16q квадрат. Так, мына жерде минус 16q минус 5 тең болады 0. Енді барып дискриминантты тапсақ жеңіл болады. 16-ның квадраты минус 16-ның квадраты минус 4 көбейтілген a көбейтілген c тең болады. Так, 16-ның квадраты бізде 256 екен. 256 минус 4 5 20. 20-ны көбейтемін 16-ға бізде шығады екен 320. Қосылған болады 320 тең болады. Неге қосу? 2 минус қосу болады. 576 шығады екен. Тең болады. Енді бұл үлкен, енді түсінікті x1 мен x2-ні табамын деген сөз. Тең болады минус b минус 16, 2 минус 16 плюс минус 576-ның түбірасты бізде 24 шығады екен. 24 бөлінген 2a. a бізде 16, 32 болады. Тең болады x1. Ой, x емес q ғой мында балалар, кешіріңдер. q1, q2 тең болады. Так. 16-ға қосамын 24-ті бізде 40, 40-ті бөлемін 32-ге, қысқарып кетеді екеуі бізде, қалады бізде 5 бөлінген 4. Ары қарай, Q2-міз бізде 16-тан азайтамын 24-ті минус 8 бөлінген 32, екеуі қысқарып кетеді, бізде шығады минус 4-тен 1 шығады. Енді бізде мына жерде есептің шарты бойынша негізінде Q 0-дан кішкентай сан болу керек. Геометриялық прогрессия ғой. Кемімелі шексіз кемімелі геометриялық прогрессия болғандықтан q бізде 0-дан бірден кішкентай болу керек. Енді 5-ті төртке бөлсем бәрібір үлкен сан шығады. Енді мынау минус таңбалы болып тұр. Ендеше бізде жауабы q тең болады минус 4-тен 1. Немесе ол бізде шығады минус 0,25. Балалар, барлықтарыңа рахмет. Лайк басып, комментарий жазып, көп рахмет.